Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен сырный шарики жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Міне осылай әдемі болып, дастарханыңыздың көркін. Алдымен сырымызды майда көзді үкіштен өткізіп аламыз. Менде сыр комо сыр, міндетті түрде комо сыр болғаны дұрыс. Осылай барлығын өткізіп, 2 жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Және ұнымызды қосып қамыр елейміз. Заттардың құрамы, мөлшері төменде жазылған. Барлығын араластырып қамырлейміз. Басында қоймал жың болып көрінуі мүмкін, бірақ кейінде уже қамыр сияқты болып жұмсара береді. Илеген сайын жұмсарады. Осылай қамыр сияқты илеп алған соң, шариктеріміз бір келкі болу үшін грамдап жасаймыз. Яғни примерно 22-23 грамнан өлшеп алдым. Барлығын бірдей етіп өлшеп, шарик етіп жасаймыз. Алдымен қолымызбен қысып, жақсылап қайта қысып, сосын домалақтаймыз. Бірден домалақ жасайтын болсаңыз, біздің шариктер майға салған соң пішіндерін өзгертеді. Сопақ болып кетуі мүмкін. Сондықтан жақсылап құрт сияқты домалақтап аламыз барлығын. Осы процесс өте маңызды болғандықтан тағы да айта кетейін, міне қолымызбен қайта қысып аламыз және жақсылап домалақтаймыз. Осылайша барлығын домалақтап, холодильникке кем дегенде 3-4 сағатқа қалдырамыз. 3-4 сағат өткен соң орташа қызып тұрған майға сырный шариктерімізді жасап, салып аламыз. Бірден 4-5-6 салып пісіріп аламыз. Тағы да ең маңыздысы, алдымен біреуін салып проба жасап көріңіздер. Біздің оттың асты қатты қызып тұрған болмауы қажет. Сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Немесе өте оттың асты төмен болмауы керек, тапталып піседі. Сондықтан орташа отта салып 10 секундтай араластырмаймыз. 10 секундтан соң ғана осылай араластырып тұрып пісіреміз. Кем дегенде 3-4 минуттай пісіріледі. Осылай майын сырғытып пісіріп аламыз. Міне осылай 5-6 даналап салып 10 секундтай араластырмай күтеміз. Осылай көпіріп өзі сол 10 секунд өткеннен кейін ғана араластырып тұрып пісіреміз. Міне енді араластырып тұрып 3-4 минуттай пісіріледі. Майын сырғытып тұрып алып, қағаздың үстіне қоямыз. Майы кішкене кету үшін қағаздың үстіне қоямыз, яғни салфетканың. Сырный шариктеріміз дайын, ыстықта ішіндегі сыр созылып әдемі болып келеді, ал салқын кезінде ішіндегі сыр созылмайды, өте әдемі болып тұрады дастарханда. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Егер рецепт ұнаса, төменге пікір қалдырып кетіңіздер. Ал астарыңыз дәмді болсын, кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.